Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер винегрет салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдын ала піскен сәбіз, суға піскен картоп, қызылша, маринадталған қырыққабат, тұздалған қияр, жуа, консервідегі көкбұршақ керек болады. Барлық суға піскен картопымызды, қызылшамызды, сәбізімізді тазалап, қабығынан тазалап, оны алдын ала суға пісіргенде тұз салып пісіріп аласыздар. Сондықтан бұл неге көбек қылып бәрін уақтап турайсыздар. Сәбізімізді, картопымызды уақтап турап аламыз. Қызылшаны да солай уақтап турап аласыздар. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар алдын ала. Барлығын көбек қылып турап алғаннан кейін алдын ала суға пісірілген заттарымызды. Сосын қиярым, қызылша бәрін көбек қылып турап аласыздар. Содан кейін тұздалған қиярымызды да көбек қылып турап аламыз. Сосын жуанымызды да көбек қылып турап аласыздар. Маринадталған капустамызды бәрін қосып, үстіне шауын құйып, араластырып аласыздар. Тұзын дәміне қарай тұз саласыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.